Бәріне сәлем. Бүгін мен 2018 жылғы Любовь, взломом атты киноны қысқаша айтатын боламын. Гарри домушник. Өзімен бірге нағашы ағасымен үйлерді тазартады және жұмыссыз өмірден ләззат алады. Шындығында олар жағдайды мұқият бақылайды. Және үй иелері кеткенше күтеді. Кейін ішке кіреді. Олар бірте-бірте бәрін ұрлайды. Зергерлік бұйымдар, техника және басқа заттар. Гарри балалар бөлмесінде тіпті балаға капелькасына біраз ақша қалдырады. Гарридің басты ерекшелігі ол әр тонаған үйде, дәретханада зәр шығарады. Бірақ экстремалды тонаудан кейін Крис Гарриге жұмыс тапқанын айтады. Және кейінгі тонаудан соң қарақшылықты тастап қалыпты өмір сүргісі келеді. Тіпті отбасы құруда ойында бар. Гарри бұл шешімді түсінбейді және ағасы ертең шешімін өзгертеді деп санайды. Түнде Гарри пиқылдасқаннан кейін қызымен айырылысады. Өйткені жігіт оған жауап бере алмайды, ол оны жақсы көреді ме, жоқ па деген сұраққа. Таңертең Гарри мен Крис өз жұмыстарына шығады. Ал Крис әлі өз ойынан бас тартпады. Екеуі иелері кеткенін күтеді. Содан кейін ішке кіреді. Гарри бірден Криске өмір сүруді үйрете бастайды және бостандық ол міне осында дейді. Бірақ Крис бәрін анық шешті. Гарри дәретханада зәр шығарып жатқанда Крис проблемаға тап болады. Қайтып келген қожайынға ұсталып, бірақ та бұл екеуі қашып үлгереді. Гарри бұл ақылсыздықты жақсы көреді және адреналин алады. Ал Крис одан да сенімді болды шешімнің дұрыс екеніне. Келесі күні Гарри жаңа олжасына жалғыз барады. Оның мақсаты анау-мынау үй емес екен. Ол үй қожайыны жазған кодты есіне сақтаған соң қақпаны оңай ашады, көлікті ішке кіргізді. Гарри үйді ақтара бастайды. Техника, суреттер және көзге түсетін барлық нәрсе. Және әрине, дәретханаға зәр шығаруды ұмытпайды. Және процесс барысында ол ваннада жатқан қызды байқайды. Ол онымен амандасады және басқа ешқандай реакция бермейді. Гарри тонап жатқанын түсіндіреді, бірақ оған бәрібір. Ол кеткеннен кейін есікті жабуды сұрайды. Ол өзіне қол жұмсайын деп жатқанын түсінеді. Және бұл таблеткалардан ештеңе болмайтынын түсіндіреді. Гарри керекті дәрісін беріп, есікті жауып кетеді. Бірақ жолда оның ары оянып, ол қайтып оралуды шешеді. Ол оны құстырып төсекке жатқызады. Ол ұйықтап жатқанда Гарри көңілін басқа жаққа бұрады. Ойын ойнайды, теледидар және басқаларын көреді. Кешке Дейзи өзіне келеді және неліктен Гарри әлі де осында екеніне түсінбейді. Ол қызды жалғыз қалдырмайды, өйткені ол мұны қайтадан жасауға тырысады. Бірақ сондай-ақ ол неге екенін түсіндіре алмайды. Дейзиге Гарридің осында болуы онша ұнамайды және оның сұрақтарына жауап бергісі келмейді. Содан кейін Гарри оның миын одан әрі жеп кешкі ас ішуге көндіреді. Тамақ дайындауда Гарри мынаны біледі, бұл оның жігітінің үйі, нақтырақ айырылысып кеткен жігіті. Дейзи олардың үйленгенін айтады. Гарри қандай да бір жолмен көңілін көтеру үшін әзіл айтуға тырысады. Бірақ түк шықпады. Кешкі ас кезінде ол бұрынғы жігітіне қоңырау шалып, дауысы өте қатты хабарлама жазады. Содан кейін Гарри темекі шегуді ұсынады. Ол келіседі. Олар қатты қиналуда. Бірақ бұл оларға уақытты жақсы өткізіп сөйлесуге көмектеседі. Осыдан кейін Дейзи Гарридің иығында ұйықтап қалады. Таңертең Дейзи өзіне келгенде Гарри оған кофе дайындайды және оның өзіне қол жұмсау туралы ойын жойдым деп ойлайды. Бірақ Дейзи байсалды күйде мұны бәрібір жасайтынына сендіреді. Ол мұны оның таңдауынан айыру, өзімшілдік дейді. Гарри онда мен эгоистпін деп жауап береді. Гарри неге мұны жасағысы келетінін білгісі келеді. Өзі не үшін оның жанында екеніне түсінбесе де, ол тіпті оны танымаса да. Бірақ қыз оған менің ойымды өзгерте алмайсың деп бажылдап береді. Содан кейін Гарри кетуге келіседі. Бірақ бір шартпен. Ол оған кешкі ас дайындайды. Ол оның дәмін татады. Ол оған мейрамханадағыдай кешкі асты уәде етеді. Ал ол әдемі киінуі керек. Бірақ алдымен оларға қажетті азық-түлікке бару керек. Және олар оның бұрынғы жігітінің мотоциклінде барады. Онда олар Дейзидің танысын көреді. Және ол Дейзи мен Гарри бірге деп ойлайды. Үйге келгеннен кейін олар кешкі асқа дайындала бастайды. Гарри тамақ дайындайды, ал Дейзи киім іздейді. Гарри Криске қоңырау шалады және әңгімеден Криске бұл қарапайым өмір шынымен ұнап жатқанын түсінеміз. Дейзи әдемі көйлек киеді, ал Гарри костюмді сықитып киіп алды. Және олар бірге дастарханға жайғасады. Дейзиге Гарридің тамағы ұнайды. Әңгімелесу кезінде ол неге өзін өзі өлтіргісі келетінін сұрайды. Дейзи өмірде еш жақсылық көрмейтіні айтып жауап береді. Ол ешқашан бақытты болған емес. Гарри музыканы қосу үшін кетеді. Содан кейін оны биге шақырады. Олар көңілді бола бастайды, бірақ бұл жолы мас күйде, өйткені мұны өздері қалайды.
Гарри оны бассейнге лақтырады, олар сүйісу үшін бір-біріне жабысады. Бірақ қоңыраудың үні шығады. Есік алдында полиция тұр. Офицер олар шу көтергендіктен көршілер шақырғанын хабарлайды. Дейзи есікке келеді, және олар үйленген, және жай ғана көңіл көтеріп жатырмыз дейді. Офицерлер жастарды түсініп кетеді. Дейзидің көңіл күйі күрт өзгереді. Және ол кешкі ас аяқталды дейді. Және Гарри оған кедергі жасамауға уәде берген. Бірақ ол былай дейді, ойымды өзгерттім, келісім бұзылды. Ол айғайлап одан алысқа кетуін және оған кедергі жасамауын сұрайды. Гарри де шыдай алмай оған ренжиді. Осыдан кейін оны жіберіп көлікке кетеді. Машинаның алдында Дейзидің тұрғанын көреді және ол қайда жиналғанын сұрайды. Ол оның кетуін қаламайды, бірақ мұны айта алмайды. Гарри одан жолдан қашуын сұрайды, бірақ жол алысқа барғанда қайтуды қалайды. Бірақ бұл оның шарасы емес екенін түсінеді. Алайда ол шыдамайды және артқа қарай жүреді. Бірақ ол үлгермейді. Ал Дейзи қазірдің өзінде су астында бассейнде. Ол оны шығарып алады, жасанды ауа береді. Содан кейін ол өзіне келеді. Ол оны бөлмеге апарады және оны құтқаруға уақыт болады деп үміттенген деп болжайды. Өйткені үйдің есігі жабық болды және ол оның бассейнге түскенін бірден түсінді. Ол қыз демалу үшін төмен түспек болады. Бірақ ол онымен бірге жатуды сұрайды және олар бірге ұйықтайды. Алайда түнде Дейзи ұйықтамайды және Гарриді оятады да олар билеуге төменге түседі. Ал Дейзи оны сүйеді. Оларды ұмытылмас түн күтіп тұр. Таңертең бақытты Гарри кофе дайындауға барады. Үй иесі қызымен бірге келіп, оған тиісе бастайды. Белгілі болғандай Дейзи мен Пит әлдеқашан ажырасқан. Ал ол оның үйіне басып кірген екен. Пит Гарриге оның басында ақау бар деп ескертеді. Және одан аулақ бол дейді. Бірақ Гарри оны қорғау үшін тұрып Дейзиге бәрін айтып беруін сұрайды. Пит оны ең жақын құрбысымен көзіне шөп салған екен. Және Дейзи ішіне жинағанын бәрін айтып тастайды. Гарри олардың сым тетігін бұзады. Және Дейзиді өз үйіне апарады. Олар оның үйіне келеді. Және олар шашылып жатқан үйді көреді. Бірақ Гарри онша ренжімеді. Өйткені қазір оның қасында Дейзи бар.